Қазір сұрақтарыңызға жауап беремін барынша. Так, есім Махамбет. Массажистім, балалар массажисті. 7 жылдық тәжірибем бар. Жүзігін көрсетем осында. Сәлеметсіздер ме? Қалайсыздар? Көңіл күйлеріңіз қалай? Так, балам жылағанда көгеріп қалады, не істеу керек дейді. Балада гипоксия болуы мүмкін, басын түсіріңіз, черепное давление болуы мүмкін. Баланы невропатологқа қаратыңыз. Жүрегінде тесік болуы мүмкін. Так, жаңадан келгендер лайк басып жіберіңіздерші, аямай лайкта. Сіз 4 ай болды, басы дұрыстамайды. Не істесем болады? 4 айлық болса, басын дұрыстамаса, мына желке жағына көбірек массаж істеу керек. Сосын ішпен көп жатқызыңыз, ішпен баланы етпетінен көбірек жатқызыңыз. Сол кезде мойын бұлшық еті тез қатаяды. И массаж жасаңыз. Егер жасай алмасаңыз, массажистке апарыңыз. Хорошо? Бала неге көп мазасызданып жылай береді? Бала бекерден бекер мазасызданып жылай бермейді. Бір жері нейтеді, ауырып жатыр или аллергия шықты ма, үшін полный балаға диагностика жасау керек қой. Баланың іші қата береді. Так, баланың іші қата берсе, еме ма балаңыз или былай қосымша ше ма тек? Егер қосымша ішетін болса, сүтін ауыстырып көріңіз. Қызымның іші 3-4 күннен бері жүрмейді, не істесем болады дейді. Үлкендер етке шықпай жатыр ма, 3-4 күннен бері негізі қалыпты жағдай, негізді сондай балдар болады. Бірақ ішіне массаж істесеңіз болады. Кәдімгі маймен уқалап, ішін жақсылап уқалаңыз. Сол кезде шығады. Егер совсем бір апталап 8 күн деп шықпай жатса, амал жоқ, андай кішкентай кір сабын салып жүрсеңіз, фантом болып атқайды. Бірақ сабынға үйретпеген дұрыс. Үйреніп қалады соған. Өз шыққан жақсы ғой. Балам 8 айлық, туылған күннен 2 айға дейін реанимацияда жатты. Қазір 8 айлық, бірақ әлі күнге дейін басын, белін ұстай алмайды. ДЦП и эпилепсиясы қойды. Массажбен емделді ма дейді. Дәрігердің нұсқауымен жасалады ондайларға массаж. Массаждың көмегі тиеді. Көп көмегі бар массаждың. Достар, жаңадан кіріп жатқандар лайк басып жіберіңіздерші, сонда көбірек адам кіреді. Егер қиын көрмесеңіздер, экранды басасыздар ма, или білмеймін, қай жерінде тұр лайк басатын жер сіздерде. Лайк басып жіберіңіздерші. Балам 5 ай көп ембейді. Көп ембейді дейсіз ба? Сүтіңіз құнарсыз шығар, мүмкін сүтіңізге тоймай жүрген шығар, мүмкін аузында стоматит шыққан шығар, или аузы өтіп кетті ма, соның бәрін қараңыз. Или қосымша беріңіз, тоймай жүрген шығар. Тамағын қалай жазып алсам болады, қақырық келіп тұр, шықпайды. Көрсеттім ғой қақырық қалай шығаруға болатын. Тамағында келіп тұрса, егер баланың тамағына қақырық келіп тұрса, ішпен жатқызып, мынандай міне кішкене дренаж жасап жіберіңіз. Ішпен жатады бала. Сөйтіп мойнына дренаж жасаңыз. Мына 2 қапталына. Түсініңіз ғой, жатқан кезде ат жағы тұрып аласыз, май жағасыз да, қақалады ғой. Немесе қолыңыз жақсылап жуып жіберіңіз. Дренаж жасайсыз ғой. Кішкене құстырып, оқыстаңыз болады, сонымен неме шығады. Құсықпен қақырық. Жарты бас врачсың ба, тәуіпсің ба дейді. Басым қатырмашы. 4 айымыз түнде ояна береді, жылап дейді. Айгүл, түнде жылап ояна берсе, диагностика қойса, өз балаңа өзің диагностика қойып үйрен. Неге жылап отыр, соны анықтасай, бекерден бекер жыламайды ол бала. Басың қара, мойның қара, аллергия жоқ па, аузың қара, құлағын тексер, салқын тиген жоқ па? Ішің қара, білмейді. Сіздер лайк баса беріңіздерші, аямай. Көбірек адам көрсін. Мойын ашпайды. Мойын жаңа ашудың приемын көрсеттім ғой. Мойын қалай ашуға болатын. Ішпен жатқызасыз баланы.
баланың мойнын былай бүйтіп ашсаңыз болады. Егер мойын жабысып қалған болса да. Видеосын салдым. Тісі жарып жатыр, іші ірткі сары сілекейленіп өткені қалыпты ма дейді. Қалыпты, я. Жасыл өтіп жатыр ма? Сізді Құдай бере салған ғой, Алла разы болсын. Дұрыс. Тісі 2 ай жарымнан қышыды, енді шығып жатыр тісі. Содан болуы мүмкін ме ембейтіні? Иә, бала тісі шығып мазасынан отса дұрыс ембейді. Сәлеметсіз қызым, қаданөкке дұрыс жүрмейді дейді. Қаданөкке салмай қойыңыз, қаданөк зиянды алған негізі. Тісі 2 айдан бастап шығады. Әйеліңіз бақытты шығар дейді. Иә, бақыттан бас айналып жүр. Емдеп жатып демалмай қалады. Еміп жатып демалмай қалады. Неге дейді. Мұрны бітіп қалған жоқ па? Соны қарасаңызшы, балам 4,5 айлық. Еміп жатып көкірегімді тістейді. Неге? Бала тістейді ғой енді. Жынданса өзінен сұрақ көру керек. Білмеймін, неге сұрақ қоясыңдар адамның ойына. Үлкен қызымның маңдайы кішкене шығып тұрады. 2 қызымның маңдайы сондай витамин жеткіліксіз бе дейді. Маңдайы шығыңғылғанда қатты шығыңғылып тұр ма? Иә, витамин жетіспеушілігінде де болады. 1 айлық қызым 2 қолын бүгіп алады. Шайғысы келмейді. Қандай массаж жасаған дұрыс дейді. Пешіне қолын көрсетейін. Егер қолын бүгіп алса, саусақтарын бәле бұлай бүгіп алады деп жатсың ба? Бұлай бүгіп алады деп жатсың ба? Жұлып алады деп жатсың ба қолын? 2 қолын бүгіп алады. Не ғой, гипертонус қой, гипертонус. Қолға массаж істеу керек, ЛФК істеу керек міне. 2 массаж плюс ЛФК. Кривошея кезінде қанша сеанс массаж алған дұрыс? Смотря кривошеяның қандай түрі, 1, 2, 3 степень бар. 1 степенге жүрек пайда болған және туа пайда болған кривошеяның. Жүрек пайда болған 2-3 курстан кетіруге болады. Ал туа пайда болған 1 жылға дейін массаж алады. Қылдықта балам қатты терлеп кетеді. Емгенде ұйықтағанда су сияқты болып кетеді. Не үшін дейді? D3 кальций жетіспегеннен қатты терлейді бала. Үшін D3 бере берсеңіздерші балаларыңызға, бір күн жоқ қой қазір. Так, омырауым түйін болып тұр, қай массаж дұрыс дейді. Қай массаж дұрыс болғанда жайлап өзіңіз ұйқылай көріңіз. Оның нандай массаж деген жоқ. 3 айлық балам туылғанда мұрны бітіп қалады. Мұрынға қандай массаж жасауға болады? Именно артқа тастай береді дейді. Мұрны біткенде қалай толып тұра ма мұрны? Мұрны бітіп тұрса, бар ғой мұрны массажы. Май жағасыз, міне. Май жағасыз мұрынға. Мұрынның массажы. Баланы ішпен жатқызасыз, или арқасымен жатқызасыз. Как удобно, в общем. Кому как удобно ғой. Мұрынның массажы. Балаңызды мұрны бітіп қала берсе егер. Балаға неприятный болуы мүмкін. Май жағасыз. Сосын бала мұрны толып тұрады кәдімгі. Шығарамайшы. Жоғарыда төбе қарай. Осылай істейсіз. Бірақ ішпен жатқызасыз баланы ол кезде. Баланы ішпен жатқызасыз да, егер бала мұрында мұрынбоқ шығаратын болсаңыз. Не алыңызшы, лайк басыңыздаршы, айтпақшы, лайк басыңыздаршы. Ассалаумағалейкум, ұлым 1,5 жаста, шашы жай өсіп жатыр, не істеуге болады? D3 кальций берсеш, азамат, D3 кальций бер, шашы бекер жай өспейді ғой. D3 тексертетін бар ғой. 4 айлық балаға печенье езіп беруге болады ма дейді. Әлі ерте ғой, хотя бір 5 айдан бастасаңызшы. Асқазан көтере алмай қалуы мүмкін. 2 жастағы баламда жөтел температураны естеуге болады. Жөтел температура болса, бірінші температурасын түсіру керек. Сосын тамағын тексеру керек. Тамағы қызарып тұрма, іріңдеп тұрма деген сияқты. Температура неден беріп отыр, соны анықтап алыңыз. Қолтықтың астыңғы жабысқан қалай білеміз дейді. Осыны сұрақ қойсаңыздаршы.
қолтықтың асты жабысқан өзі білініп тұрады. Бала қолын тіке бүйтіне алған кезде толық ашылмайды мына жер. Жібермей тұрады. Значит, жабысқан деген сөз. Осы жерде массаж жасау керек. Брат, қанша уақыт оқу керек массаж үйрену үшін дейді. Массаж үйрену үшін бірінші бастау керек. Курстардан бірінші бір курс бастайсыз, 10 күн бар, 20 күндік бар оқуы. Содан кейін профессиональный болып кетпейсіз енді. Сосын жайлап қолыңызды жаттықтыру үшін, бірде массаж болып кетпейсіз ғой оқудан кейін. Қолыңызды жаттықтыру үшін тегін массаж жасайсыз үйлеріне барып. Туыстарыңызға, или былай жағдай жоқ отбасыларға, или көп балдарға. Сөйтіп қолыңызды жаттықтырасыз, содан кейін барып платныйға өтесіз ғой. Екі алақан жұмып алса сол не ғой міне. Мына алақанға жақсылап көбірек массаж жасайсыз. Алақанына, саусақтарына ашып тұрып. Сол кезде кәдімгідей 2-3 күнде ашылады. Аға балам башпайларын бүге береді 11 ай скоро. Гипоксия ғой, гипоксияның белгісі. Кожасы мраморный ма, анар. Бала аяғын ұшын бармақтарын бүге берсе, тоже массажбен емдеуге болады, массажбен келтіруге болады. Ішіне жел де шығара алмай, жылап жатыр, қалай шығарса болады дейді. Так, бірінші бүйтесіз. Бірінші ішін уқалайсыз, жақсылап сағаттың тілімен. Жақсылап ішін уқалайсыз, от души уқалайсыз 2-3 минуттай. Сосын баланы етпетінен ішіне жатқызасыз. И баланы шешіндіріп тастайсыз, 2 жамбасына май жағасы кішкене, 2 жамбасын ұрасыз міне. Жамбасын беліне емес, 2 жамбасын, құйрық май бар ғой кәдімгі, құйрығына. Легкий. Өйстіп ұрасыз да, ішіндегі ішіне әсер етеді, ішіндегі желдер бітеп тесікке қарай шығады, бері қарай. Кішкене сырғырт жібересіз. Кәдімгі осы арада обалы соған.